Параграф 38. Функцияның нүктедегі және жиындағы үзіліссіздігі. 38-де бірінші есеп. Бұнда бізде графиктері 38-де 5-ші суретте кескінделген функциялардың қайсылардың үзілісі бар екенін айтуымыз қажет. Бізде қарап тұрсақ, бірінші, екінші, үшінші, төртінші және бесінші функциялар үзіліссіз функцияларда, ал 6-шы, 7-ші функцияларда үзіліс нүктесі бар. Яғни бірінші, екінші, үшінші, төртінші, бесінші функциялар ол бізде үзіліссіз функциялар. Ал 6 мен 7 үзіліс нүктесі бар функциялар. Үзіліс нүктесі бар деп қояйық. Келесі 38-де екінші есеп. Мұнда y тек f от x функциясы графигін салу қажет. Абсциссасы x нолевой тең 0-ге болатын нүктеде функцияның үзіліссіз екенін анықтау қажет. Біріншісінде y тең 1 минус x. Мұндағы x-мыз үлкен немесе тең 0-ге болу қажет. 1 плюс x. Мұндағы x-мыз кіші болу керек 0-ден. Осылай график сызып аламыз. Енді бізде шарт берілген x үлкен немесе тең 0-ден. Демек, біз x-қа оң мәндер беруіміз қажет. Бірінші 0 берсек, x-қа 0 берсек бізде 1 болады. X-қа 1 берсек бізде 0 болады. X-қа 2 берсек бізде y-іміз минус 1 болады. X-қа 3 берсек, y-іміз минус 2 болады. X-қа 4 берсек, y-іміз минус 3 болады. Солай бізде кете береді. Енді осы нүктелердің бойымен сызып аламыз. Және бұда нүктені бояймыз. Одан кейін 1 плюс x деген бізде функция берілген. X кіші болу керек 0-ден. Демек, біз x-қа теріс мәндер береміз. X-қа 0 берсек бізде 1 болады. X-қа минус 1 берсек бізде 0 болады. X-қа минус 2 берсек минус 1 болады. X-қа минус 3 берсек минус 2 болады. X-қа минус 4 берсек минус 3 болады. Бұл да осылай кете береді. Осы нүктелердің бойымен сызып аламыз. Бұл функция бізде үзіліссіз функция болады. Келесі екіншісінде y тең 2 плюс x. Мұндағы x үлкен немесе тең 0-ге. 1 плюс x. Мұндағы x-іміз кіші 0-ден. Бізде екіншісінде 2 плюс x деген функция берілген. Және шарт x үлкен немесе тең 0-ден. Біз x үлкен болатын болса, x-қа оң мәндерді береміз. Олай болса, бірінші x 0 берсек, бізде y-іміз 2 болады. X-қа 1 берсек, y-іміз 3 болады. X-қа 2 берсек, y-іміз 4 болады. X-қа 3 берсек, 5 болады. Осылай кете береді. Одан кейін келесі бізде 1 плюс x функциясы берілген, және x кіші болу керек 0-ден. Олай болса, біз x-қа теріс мәндерді береміз. X-қа 0 берсек, бізде y-іміз 1 болады. X-қа минус 1 берсек, y-іміз 0 болады. X-қа
минус 2 берсек, y-іміз минус 1 болады, минус 3 берсек, минус 2 болады. Осылай функцияның графигі кете береді. Енді бізде бұл функцияда графигі бірінші текті үзілісті болады. Келесі 38-де екінші есептің үшіншісі y тең 2 минус x функциясы. Мұндағы x үлкен немесе тең 0-ден. Одан кейін 2x, мұндағы x кіші 0-ден. Бізде үшінші есепте осы функция берілген. Енді осының графигін сызайық. X бізде үлкен немесе тең 0-ден. Демек, x-қа оң мәндер береміз. X-қа 0 берсек, y-іміз 2. X-қа 1 берсек, y-іміз 1. X-қа 2 берсек, y-іміз 0 болады. X-қа 3 берсек, y-іміз минус 1 болады. X-қа 4 берсек, бізде y-іміз минус 2 болады. Функциямыз осылай былай қарай кете береді. Бұл бізде y тең 2 минус x функциясының графигі. Келесі 2x функциясының графигін салайық. Бізде x кіші болу керек 0-ден, демек x-қа біз теріс мәндер береміз. X-қа 0 берсек, y-іміз 0 болады. X-қа минус 1 берсек, y-іміз минус 2 болады. X-қа минус 2 берсек, y-іміз минус 4 болады. X-қа минус 2 берсек, бізде минус 4 мұна жерде, мұна нүкте емес, мұна нүкте болады. X-қа минус 3 берсек, бізде минус 6 болады. Сонда функциямыз осылай болып кете береді. Бұл бізде бірінші текті үзілісті функция болады. Келесі 38-де үшінші есеп. Мұнда y тең f от x функциясының графигін салу қажет. Абсциссасы x тең 0 болатын нүктеде функция үзіліссіз екен анықтау қажет. Бізде біріншісі y тең 1 плюс 2x. Мұндағы x-іміз үлкен немесе тең 1-ден. Келесі 4x минус 1. Ал мұндағы x-іміз кіші 1-ден. X үлкен немесе тең 1-ге болуы қажет. Демек, 1-ден үлкен сандарды береміз x-қа. 1-ден берсек x-қа 2-ні 1-ге көбейтсек 2, 2-ге 1-ді қоссақ 3 болады. X-қа 1 берсек, онда 3 болады. X-қа 2 берсек, 2-ге 2-ді көбейтсек 4 болады, 4-ге 1-ді қоссақ 5 болады. Келесі 3-ті берсек, 2-ні 3-ге көбейтсек 6, 1-ді қоссақ 7 болады. Мынау 5, 6, 7. Осылай функция кете береді. Келесі 4x минус 1. X кіші болу керек 1-ден. Демек, x-тан кіші мәндер береміз. Бірінші x-ға 1 берсек, 4-ті 1-ге көбейтсек 4, 1-ді азайтсақ 4-тен 3 болады. Мұна жер 0 берсек, x-қа 0 берсек, минус 1 болады. Мұна жер. Келесі x-қа 2 берсек, x-қа минус 1 берсек, минус 4 қоссақ 5 болады. Минус 5 болады.
минус 1 бергенде 2, 3, 4, 5 болады. Ол осылай кете береді. Өздеріңіз түзу болып сызып аларсыздар. Бұл бізде 4х минус 1. Y тең 4х минус 1 функциясының графигі, ал мынау бізде y тең 1 плюс 2х функциясының графигі. Бұл бізде үзіліссіз функция болады. Келесі екіншісінде y-іміз тең 5х, мұндағы x-іміз үлкен немесе тең 1-ге. Келесі 3х минус 1-ге, x кіші 1-ден. Бізде бірінші 5х функциясы. X үлкен немесе тең 1-ге. Демек, біз 1-ден үлкен сандарды беруіміз қажет. 1-ден берсек, x-қа 1 берсек, y-іміз 5 болады. X-қа 2 берсек, y-іміз 10 болады. Солай функциямыз жоғары қарай кете береді. Бұл бізде y тең 5х функциясының графигі. Одан кейін екіншісі 3х минус 1. Бұда бізде шарт x кіші болу керек 1-ден. Біз оған 1-ден кіші сандарды береміз x-қа. X-қа 1 берсек, 3-ті 1-ге көбейтсек 3, 1-ді азайтсақ 2 болады. X-қа 1-ді берсек 2. X-қа 0 берсек, минус 1 болады. X-қа минус 1 берсек, минус 4 болады. X-қа минус 2 берсек, минус 7 болады. Y тең 3х минус 1 функциясы. Бұл графиктер бізде бірінші текті үзілісті болады. Яғни, абсциссасы x тең 1 болатын нүктеде функция бізде үзілісті болады. Келесі үшіншісінде y тең 8 минус 7х, мұндағы x-іміз үлкен немесе тең 1-ден. Екінші функция x плюс 3. Мұндағы x-іміз кіші 1-ден. Бірінші y тең 8 минус 7х функциясын қарастырайық. Бізде шартта x үлкен немесе тең болу қажет 1-ге. Бірінші x-тан үлкен сандар береміз. Сонда бірінші x-қа 1 берсек, y-іміз 1 болады. X-қа 2 берсек, y-іміз минус, x-қа 0 2 берсек, минус 14, минус 6 болады. X-қа 3 берсек, минус 13 болады. Функциябыз осылай кете береді. Бұл бізде y тең 8 минус 7х функциясы графикі. Келесі екінші y тең x плюс 3 функциясы қарастырамыз. Бұнда x бізден 1-ден кіші болу қажет. X-қа 1 берсек, y-іміз 4 болады. X-қа 0 берсек, y-іміз 3 болады. X-қа біз минус 1 берсек, y-іміз 2 болады. X-қа минус 2 берсек, y-іміз 1 болады. X-қа минус 3 берсек, 0 болады. Осылай график кете береді.
Бұл график бізде абсциссасы x тек бірге болған нүктеде функциямыз үзілісті болады. Яғни бірінші текті үзілісті функция